Сәлем достар, сіздермен ақша табу каналы, мынау мен Trust Wallet кошелегім. Жалпы ойланам, осындай ақшамды, мысалы қазір счетымда мысалы $1 тұр, $5 тұр, осыны қалай 2 еселесем, 10 еселесем деп сондай ойланам. Енді мен осы өзім основной аккаунтта бір проект көрсеткен болатым. Осы жақта ақшамды тоже сөйтіп көбейтейін деп жатырмын. Яғни бұл басты негізі $5 тұрған. $5 мен ақшаны құйып тастадым. И сразу вывод жасадым, міне достар, $1,28 келіп түсті. Міне қараңыздар, сразу көрсетіп кетейін, перевод $5 оларға жібердім, и міне мен вывод жасаған кезде $1,28 келіп түсті. Яғни күнделікті $1,28 келіп түсіп отыратын болады. Егер де бір апта ровно істесе, біз болды уже плюсқа шығатын боламыз. $3, $4. Бір аккаунттан $4 көрсек, біз онда менде екі аккаунт бар, екі аккаунттан біз уже $6-8 көреміз. Егер де бұл проект бір ай бойы істейтін болса толықтай, онда біз бір аккаунттан уже $32 плюс көретін боламыз. Яғни екі аккаунттан уже $64 плюс көретін боламыз. Сондықтан өзім тексеріс ретінде қолданайын деп жатырмын. Егер де сізде өзіңіз Trust Walletіңізде бір артық $5 жатқан, бір не о чем жатқан болса, онда сізді тексеріп көрсеңіздер болады. Просто қызық ретінде. Мүмкін реально сіз $30 или $60 тауып қаларсыз. Сондай үмітпен істеп көруге болады. Так, мұны проект білесіздер, көрсетіп кеткен основной аккаунтында, или көрмесеңіздер, айта кетейін, бұл хайп проект, яғни бүкіл однотипный проектлар. Бұл жақта бірінші регистрация жасау керек. Регистрациясы міне осы жаққа кіресіздер. Регистрациясын түсіндірмей қойын, бәріне түсінікті шығар деп ойлаймын. Регистрациясын жасап болғаннан кейін учетный запись басамыз да, и өзімнің аккаунтыма кіремін. Уже регистрация жасап қойым, сондықтан просто өз атыма кіретін боламын. Одан кейін сіздер кіргеннен кейін бұл жақта салымсыз ақша никак таба алмайсыздар. Ол рефералдар шақырып қана, енді реферал шақсаңыз тек қана бұл жақта копейка қана табасыз рефералдар бойынша. Сіз бұл жақта тек қана депозит ретінде ақша таба аласыздар. Яғни перезарядканы басамыз. Басқаннан кейін осы адресқа жібереміз, и 5 минут аралықта түседі. Ол қанша рет? 2 рет құйдым, 2 рет құйғанда да сразу түсті. Пока что ондай қиыншылық сәттер болған жоқ. Яғни түспей қалып, қуып қалып деген сияқты ондай моменттер болған жоқ. Сондықтан пока что нормально. Енді одан кейін сіз мысалы $5 толтырасыз, сіз бонуста $16 тұрады, и $21 толтырған кезде, яғни бонус $16 болады, и сіз $5 құясыз, и общий сумма $21 болады. И сізге наяқта VIP 1-де доступно болатын болады. Яғни VIP 1 сізге доступно болады, и дом деген басасыздар, и наяқта VIP 1 дегенді басасыздар, и ол жақта сіздерге заданиялар болады. Мен заданиялар істеп тастадым. Жалпы бағана основной YouTube каналымды көрсеңіздер болады, ол заданиялар соны орындайсыз. Әшейін сумбит дегенді баса бересіздер. Басып бітірдіңіздер, бітті ма? Біткеннен кейін аяқта вывод дегенді басамыз. Яғни болды, ақша шешеміз. Ақша шешетін алдында сіз өзіңіздің USDT-іңізді, адрес кошелегіңізді указать ету керексіз. Ол жақта қазір сізді өзі сұрайтын болады. И мынаяқта сізге доступно $1.28 деп тұрады. И мынаяқта количествосын жазасыз, $1.28. Платежный пароль, яғни транзакцияны жазасыз, яғни регистрация жасаған кезде транзакция пароль өзіңіз придумать етесіз, осыны осы жаққа жазасыз. Выберите способ выплаты, таңдайсыздар, и предоставить на рассмотрение деген басасыздар. 1 минутта маған сразу келіп түсті. Бір қызығы маған солай болды. 1 минут ішінде сразу келіп түсті. Міне $1.28 келіп түсті. Енді мен примерно 2 апта жұмыс істесем осы 2 аккаунтпен, онда мен нормаль плюсқа шығатын боламын. Оның отчетін осы 2 апта, 3 апта или может быть 1 аптада кейін көре аласыздар. Обязательно бұл хайп проект болғаннан жабылады. Енді қай уақыт екен маған әзірше беймәлім. Выплатасы бір ұнаған, сразу бір автоматически сияқты сразу төленеді. Сол жер маған қатты ұнады. Солай достар, өздеріңіз артық, кем лишний болып жатқан бір $10 болса, $5, онда құйып, бір 2 еселеп қалсаңыздар болады, немесе вообще аламай қалуыңыз да мүмкін. Ондай да возможно. Сондықтан бұл жақта кішігірім риск бар. Солай достар, сіздермен болған ақша табу каналы, сол саламатта болғанша.